Ата бабамыздан келе жатқан қол өнерінің бірі киіз басу. Осы жүннен текемет, сырмақ, киіз үйдің бүкіл жабдықтары жасалынған. Енді қызым екеуміз сол киіздің несін көрсетеміз, жасалу жолын көрсетеміз. Және үйренеміз, қызым. Осы жүнді біздер қайдан аламыз? Қойдың жүнінен аламыз. Қойды қырқып, оны жуып, тазалап, түтіп, одан кейін барып, киіз басып үйренеміз. Енді мына киіздің жүндерді алып, сен бірінші ұзыннан қоямыз, одан кейін көлденеңінен қоямыз. Екі қатар жүргізіп қою керек. Ал енді үстіп қойып алғаннан кейін біздер оның үстіне су бүркейміз. Су бүркіп шығу керек. Қызым, су бүрке ғой және. Осылай әдемілеп су бүркіп шығу керек. Одан кейін оның үстіне келесі матаны қойып, үстін сабындау керек. Ол не үшін? Мына жүндеріміз бірігіп ұстау үшін. Біздер үстіне мата қойып, қазір бүркіп болғаннан кейін үстіне мата қойып, енді оны сабындаймыз. Сабындау керек. Ақырын жүндер қозғалып кетпеу керек. Ақырындап сабындап шыға қойып. Ал енді осы жүнді тастылап өстіп сулап, сабындап болғаннан кейін біз оны не істейміз? Біз оны айналдырып білектейміз. Айналдырып білектейміз. Міне осылай айналдырып, өстіп айналдырып, оны білектейміз. Кезінде біздің ата-әжелеріміз бүйтіп білегімен өстіп басатын. Біз оны қалай істейміз? Міне осылай тағам, енді үстінен бүйтіп басамыз. Кішкене сырғытып алайық та, сабынып түсіріп алайық кішкене. Өстіп сырғып аламыз. Кәні қызым, білекте. Білектейміз. Ал қызым, енді екеуміздің бірінші ең алғашқы жасаған оюымыз дайын болды. Енді осындай оюларды түрлі түсті қылып жасап, текеметтерге, дайын тұрған текеметтердің бетіне қойып, безендіріп, әдемілеп, түрлі түсті оюлармен текемет сырмақтар жасалынады.